Тәуелдеулі зат есімнің септелуі біздің тақырыбымыз. Бірінші шар деген сөзді аламыз. Соны бірінші, екінші, үшінші жақта тәуелдеп аламыз. Мысалға, мен бірінші жақта менің шарым, екінші жақта сенің шарың, сіздің шарыңыз және үшінші жақта оның шары. Енді атау септікте өзгермейді. Менің шарым, шарың, шарыңыз және шары болады. Ілік септігінен бастап шарымның, шарыңның, шарыңыздың және оның шарының болып септеледі. Ары қарай барыс септігінде бізде шарым ма, қара, түбір болған кезде, одан кейін тәуелденіп тұрған кезде а дегенде ғ, г, к, к деген түсіп қалады. Тек қана а жалғау болып қалады. Менің шарыма, кімге? Шарыңа, шарыңызға, шарына. Ары қарай табыс септікте кімді? Шарымды, шарыңды, шарыңызды, оның шарына. Өйткені болған кезде, тәуелдік жалғау болған кезде, мына жақта шарыны деген кезде ысы түсіп қалады, оның шарын болып қалады екен. Шар түбір, деген тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, деген табыс септігі болады. Ары қарай жат септігінде шарымда, шарыңда, шарыңызда, оның шарында. Сонда шар түбірі зат есім, тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, дегеніміз жалғау. Шығыс септігінде шарымнан, шарыңнан, шарыңыздан, оның шарынан болып септеледі. Ары қарай көмектесек шарыммен, шарыңмен, шарыңызбен, оның шарымен. Бұл жерде тек қана барыс септігінде а, е, на, не, ға, не деген жалғаулар жалғанады. Табыс септігінде н, жат септігінде ында, нде.